Ассалаумағалейкум баршаңызға. Видео ұнаса бірінші лайк басып, подписка жасап қойыңыздар ағайын. Бүгін сковородканы үй жағдайында қалай тазалау керек екенін көрсетіп жіберем. Енді әркім әртүрлі тазалайды. Біздер жаңағы немен тазалағанбыз? Суға қайнатып болмады, результат болмады одан. В общем, 2 күн қайнады, болмады результат. Клей барлығын құйдық. Енді сіздерге үй жағдайында қалай тазалайтынын көрсетем. Қазір мен негізі тазалай бастағам. Сол есіме түсіп кетті, тәк осы ағайындарға да, халыққа да керек дүние ғой деп. Қазір қараңыздар. Так, біріншіден болгарка керек. Сосын мынандай басына щетка керек, темір. Қалыңын алмасаңыз, жұқасы, жіңішкелері әлі келмейді. Қазір мен тазалап бастайым, көресіздер. Так, жігіттер, мінекей, көріңіздер қалай болды. Сыртын тазалап шықтым, полный. Шылтырап тұр ғой, блеск болып. Мынау жаңа ненің шаңдары жүрсек кетіп қалады бұл. Енді қазір ішін тазалайтын боламыз. Ішін. Так, мінекей. Барлығын жылтыраттым, күнге көрсетейін. Жылтырады. Все, ұнаса лайк басыңыздар. Ала жаңа несі шаңдары ғой. Керемет болып шықты. Жақсы, ұнаса достар, лайк басып қойыңыздар, подписка жасаңыздар.